Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді, әрі оңай жасалатын осындай қырыққабаттан салат дайындайтын боламыз. Үйдегі бар заттардан дайындалатын салат өте дәмді болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Бізге қажеті осындай капуста және қызылша, чеснок және лавр жапырағы ғана қажет болады. Алдымен капустамызды осылай кесіп аламыз да, үлкен-үлкен бөліктерге бөліп, видеодағыдай етіп тураймыз, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Және қызылшаны осылай үкіштен өткіземіз. Мен бұл жерде 3 қызылшаны салдым, кішкентай-кішкентайынан, ал сізде үлкен болса, біреу ғана салсаңыз болады. Және чеснокты осылай майдалап тураймыз. Енді таза жуылған банкамызға алдымен қызылша, содан кейін қырыққабатымызды саламыз, капустамызды. Осылай араларын ашып-ашып салсақ, өте дәмді болып шығады. Және лавр жапырағынан біреуін салып, біраз чесноктан саламыз. Осылай бірінен кейін бірін салып, банкамызды осылай толтырамыз. Енді суын дайындайтын боламыз. 1 литр суға 4 ас қасық қант саламыз. Және 2 ас қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып, оған осындай түйіршіктелген қара бұрыш саламыз. 6-7 дана болса жеткілікті. Енді оны отқа қоямыз. Осылай жақсылап қайнағаннан соң, алдын ала осындай алма сірке суын құйдым мен. Яблочный уксус құйдым. Осылай 100 грамм астына жазып қоям. Одан кейін осындай қайнаған суымызды жайлап құямыз. Құйып болған соң, осындай крышканы жауып, резиновый крышкасын жауып, салқын жерге шығарып, 1 түнге қойып қоямыз. Мен 1 түн қойып қойдым. Өте әдемі қып-қызыл болып, түсі де, дәмі де өте ерекше дәмді болып шығады. Содан соң ашып, осылай қолдана берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Күнделікті үйде жасап жегенге тамақпен өте дәмді салат, тез дайындалады, оңай дайындалады.
Сондықтан сіздер де үй жағдайында осылай күздік салатты дайындап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай жасалады. Жақындарыңызға, балаларыңызға осылай үй жағдайында дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.